Короче, біз биыл конкретно кірісейін деп отырмыз. Мынандай математический логический сұрақтар бар. 0 және 1 арқылы, сандар арқылы неше төрт таңбалы сан құрастыруға болады деген сұрақ бар. Сәкең соны түсіндіріп беріңіз. Қалай түсіндіріп қалай бұл жерде негізі шығаратын болсақ, бұл есепті 1 0 0 1 0 1 0 деп көптеген варианттарды құрастырып отыру керек болады. Және ол жерде бір сен какой-то бір вариантын по-любому жоғалтып аласың. Ол четко ясно емес. Енді оны максимально структурированный, яғни оңай формуласы бар. Біз бірінші 4 таңбалы сан болса, 4 таңбалы санның орнын сызамыз. Тексеріп көрейік. Бірінші орынға біз, бірінші орынға қандай цифрлар қоямыз? 0 және 1 бар бізде, Біз бұл жерге 0-ді қоймаймыз, өйткені 0,23 деген сан болмайды. Сол үшін бізде тек қана бір-ақ вариант бар, ол 1. Яғни бұл жерде бұл 1 деген цифр емес, бұл варианттар саны. Екінші орынға бізде 0-ді де қоя аламыз, 1-ді де қоя аламыз. Яғни 2 нұсқа бар бұл жерде. Келесі үшінші орынға бұл жерде де 2, және де соңғы орынға да дәл солай 2 болады. Себебі бұл жерге 0 де 1 де қоямыз. Енді бұл жерде жасау керек соңғы операция, яғни бұл жерде тең белгісін қоямыз, және де бір-біріне осы нұсқаларды көбейтіп шығарсау керек. Ол бізде 8. Яғни бұл есептің жауабы 8. Барлығы былай шыққан кезде негізі былай шығарып отырсаң, сенде где-то бір 10 минуттың кетеді, және де непонятно, дұрыс па дұрыс емес па. Ал бұл жерде 10 секунд, 15 секунд ішінде жауабы шықты.